Сәлем достар, бүгін біз 10 минутта жасалатын таңғы шайға ішетін өте дәмді ерекше печеньеларды дайындаймыз. Бізге ең алдымен қажетті заттар 200 грамм сары май, шым-шым тұзымыз және 100 грамм қант ұнтағы. Жақсылап араластырып аламыз. Миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін оның үстіне 2 жұмыртқаның ағын яғни белокты саламыз. Оның үстіне ванилинді қосамыз және шай қасық кукурузный крахмал қосамыз. Енді осы араласқан массамыздың үстіне 330 грамм ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін кондитерлік қапшыққа пішінді насатканы алып дайындап аламыз. Ыдысымызға жайластырып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минут қойып пісіріп аламыз.